Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге ерекше дәмді болып шығатын татымды сахарный пирогтың рецептісін ұсынамын. Бұл пирог ерекше влажный пирогтарды жақсы көретіндер үшін таптырмас дәм. 1 стакан жылы сүтке қант, тұз және құрғақ ашытқы қосып араластырып аламыз. Және бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқа қосамыз, ерітілген сары май қосамыз. Барлығын жақсылап біріктіріп алған соң ұн салып, венчикпен араластырамыз. Венчикпен араластыруға келмеген кезде қолмен жалғастырамыз. Қамыр осындай қолға жабысқақ болады, ол норма, артық ұн салудың қажеті жоқ. Пищевой пленка орап, бетін тағы да тығыздап матамен жауып жылы жерге орап 30-35 минутқа қалдырамыз. Қамыры көтеріліп бітемдегенше сол аралықта біз шекер мен сары майды бөлме температурасында жұмсап тұрған сары май болу керек. Екеуін жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Біріктіріп болған соң сары майымыз қатты еріп кетпеу үшін тоңазытқышқа қойып қоямыз. 22 немесе 24 диаметрлі қалыпты пергамент қағаз салып жақсылап майлап аламыз. Мінекей, жарты сағаттан кейін біздің қамырымыз әдемі болып көтеріліп шықты. Қамырды жақсылап қалыпқа орналастырамыз. Қамыр өте жақсы көтерілген, булочкалардың қамыры сияқты өте жұмсақ. Онда лопатканың немесе қолдың көмегімен қалыпқа келтіріп, бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да 10-15 минутқа қалдырамыз. Қамыр тағы да көтеріліп болған соң қасықтың көмегімен осылай тесікшелер жасап, салмамызды араларына саламыз. Мен пирогтарымның көбісін осылай фольгада пісіремін 20-25 минуттай. Өйткені оның іштері жақсы көтеріліп, жақсы пісіп, беті күймей пісетін болады. Мен пирогымыз дайын. Бетіне міндетті түрде сүтті құямыз. Өйткені пирогтың өзі қатты болып шығады. Осы сүттің арқасында пирог влажный, дәмді болып шығады. Пирогты қалыптан ажыратып аламыз. Өте дәмді және кез келген адам сүйіп жейтін пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Рецепт қажетіңізге жараса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің жылы лебіздеріңізді күтемін. Келесі видеоларымды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз.